Армысыздар, құрметті Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының оқырмандары. Бүгін сіздермен ақын, аудармашы, журналист Константин Симонов атындағы халықаралық әдеби сыйлығы мен алтын медаль иегері, Алаш мемлекеттік сыйлығының лауреаты Нармахан Бегалұлы ағамызбен жүректерге сәуле сіңірген атты тікелей онлайн сұхбатымызды бастағалы отырмыз. Қош келдіңіз, Нармахан аға. Рахмет. Нармахан ағамыздың шаттық күйі, жейде жұпар шашқанда, жотадағы жол, ботагөз бұлақ деп аталатын 4 жыр кітабы, 2 томдық шығармалар жинағы және жаз жалбыз таңдамалы жыр жинақтарының авторы. Сонымен бірге Афанасий Фет лирика, аударма өлең кітабы, Сіргелі ормандағы ел зерттеу кітабы және Қажымұхан қағанаты ордабасы энциклопедиялық еңбектерінің авторы. Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналшылар одағының мүшесі. Нармахан аға, поэзия тәңірдің өзі таңдаған әулие жанр деп сіз бір сұхбатыңызда өзіңізді сөз киесі қонған ақын ретінде бағалаймыз. Қазақ поэзиясына ойлы образдар, тың тіркестер қосқан ақынсыз. Сізді зерттеушілер табиғат жыршысы, лирик ақын, сыршыл ақын дейді. Көбелек қанатының дірілімен, қиялда тербетілген бір ұлыңмен, немесе әйнектердің жап-жалаңаш денесін ессіз сүйіп жей алмайды желесін деп сіздің лирикалық кейіпкеріңіз жырлағандай, кейде Мағжан ақынмен де рухтас болып кеткен дейсіз. Туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денеңдеп, дана Абай ақын жырлағандай сөзіміздің әрқисасын осы әулие жанр поэзия бойынша бастаса, өлең бойынша сөз сізде. Енді поэзия жөнінде көп айтуға болады. Поэзия алдыменен дыбыстардың үндестігі ретінде дүниеге келген. Сол дыбыстардан сөз құрал, одан кейін мағынаға ие болған. Менің поэзия тәңірлік жанр дейді ойлайтыным содан. Бәлкім бұдан да басқаша айтуға болатын шығар поэзия жөнінде. Еркелеп ақ өткізетін әмірін, поэзия жүректегі өмірім. Өйткені ол сіздің өміріңіз, жүрегіңізде жүріп жатқан. Сондықтан шынайы болуға тиіс, сұлу болуға тиіс, нәзік болуға тиіс деп ойлаймын. Поэзияда нәзіктік қуатының жігер болуға тиіс, көркемдігі болуға тиіс. Мен поэзияға осы тұрғыдан қараймын. Әсіресе көшпелі тұрмыс кешкен халықтардың өмірінде поэзия ең бірінші орынға шыққан. Мысалы үшін, мынау арабтарда көшпелі халық, бұлардың поэзиясы да өте мықты поэзия. Тіпті Құранның өзі арабтарда дыбыс үндестігінен, мағынасының беріктігінен тұратын өлең. Біз оны қара сөзбен ғана аударып жүрміз. Ал арабша оқылғанда, Құранда назар аударып қарап отырсаңыздар, бір таран шумақтың ішінде, әйтпесем бір жолдың ішінде, и дыбыстарының дейік, с дыбыстарының бірнеше рет қайталануы осы поэзияның үндестігі. Енді поэзия халық өмірінің ажырамас бір бөлігі. Ақындық деген нәрсеге де аз деген тоқтала кетсек, Сәбит Баймолдин ақынның сөзімен айтқанда, айтатынын айта алмаса
оқталып, нағыз жетімдей қалады ел тоқталып. Жетім әке, баласы жоқ әке де, жетім қалып, ақындары жоқ қалды. Сондықтан поэзия біздің ұлтымыздың болмысын ұстап тұру үшін қажет. Жақсы аға, өте жақсы ойлар айттыңыз поэзия жайында. Шын мәнінде, өлеңсіз қазақ халқын елестете алмаймыз. Сіз айтқандай жетім кейін кешері хақ. Келесі сұрағымыз, мынау ұлттық әдебиетімізде биыл сөз зергері атанған қазақ әдебиетінде классик жазушымыз Ғабит Мүсіреповке толғанына 120 жыл. Тағы да таласып келіп, тағы да тағасып келіп қонып жатқан екі бай ауыл ақ үйлерін әлі тіккен жоқ еді. Оянған өлке романынан алынған бұл өзінді шығарманың көркемдік қасиетін танытқандай. Қайран қазағым, таласпай, тағаспай жүреме дейді бір ой бізде. Мұны айтып жатқан себебіміз, тағы бір сұхбатыңызда мені о баста көркем әдебиетке алып келген Ғабит Мүсіреповтің оянған өлке шығармасы деген екенсіз. Әрине, Ғабит Мүсіреповтің басқа туындыларын айтпағанда, өткен ғасырдың 70 жылдары жазылған шедевр дүниелер деуге болады. Ұлпан романы, кеспей кеткен бір бейне, өзі поэма деп атаған бұл повесін. Одан кейін мына символикалық мықты терең астары бар өмір жорығы, қыран жыры деген әңгімелері бар екенін көз қарақты оқырман біледі. Қазіргі айтайын дегеніміз, қазіргі нарықтық кезеңде осы Ғабит Мүсірепов есімі, шығармалары таста қалып бара жатқандай көрінеді. Осы Ғабит Мүсірепов шығармалары бүгінгі тәуелсіздік уақыт көзімен сіздің өзіңізді әдебиетке әкелген ұстаз екен, осы жайында бір кішкене ой көзқарасыңыз білдірсеңіз. Мен Ғабит Мүсіреповтің оянған өлкесін 6-шы сыныпта оқып жүргенде оқып бітірдім. Кітапты оқу бар да, оны мән-мәнісін түсіну бар. Екеуі екі бөлек дүние. Әлгі өзің оянған өлкенің басынан бірінші сөйлемі ғой, келтіріп отырған. Тағы да тақаса келіп, тағы да таласа келіп, қонған екі бай ауыл әлі ақ үйлерін тіккен жоқ еді. Жаз бойы құлай меңді мен құлан өтпестің кең шиырына сыймай, күнде таласып, күнде тақасып, қанат серпісіп келген екі байдың аядай ғана құдықтың басына арқа тіресе қонуы тегіннен тегін емес. Деп жалғастырмаймыз бар сен келтірген нәрсен. Осындағы тіркестерге қарасаңыз, барлығы да ақындық. Өзің айтқандай, бүгінгі заманымызға да келіп тұрған жерлер көп шығар. Қазір де таласып, тақасып жүргеніміз, тіпті қанат серпісіп жүргеніміз рас нәрсе ғой. Ғабит ағаның қазіргі кезде көп оқылмайтыны, оқығанда да оның деңгейіне жететіннің оқырманның болмауынан деп түсінемін. Мен бұл кісінің күнделіктері қолыма түспей жүр, күнделіктерінен басқа нәрсесінің барлығын қолыма қаламатып алып отыр, оқып шыққан адаммын. 1938 жылы Әдебиет майданы дейтін журналда Ғабит Мүсіреповтің аты Қызылдау, өрлеу дейтін повесі латын әрпімен басылған екен. Сол повесті оқып отырсам, ішінде ата-бабаңнан қалған жер түгілі беліңдегі балаңның бесігін қоятын жер таппайсың әлі деп жазды.
осыны бүгінгі оқырманға қайта-қайта айтып, жазып жүріп, сүйреп шығарғанның біреуі менмін. Дәл осы кезде, мен әлгі повестті оқып біткен кезде, Қазақстанда жерді сатуға қоямыз ба, қоймаймыз ба деген мәселе мәжілісте көтеріліп жатты. Біреулер сату керек деді, біреулер сатпау керек деді. Мен ойладым, япырай, осылардың төбесінен Ғабит ағаның рухы, ата-бабаңнан қалған жер түгілі, беліңдегі балаңның бесігін қоятын жер таппайсың әлі деп төніп тұрған шығар төбесінен. Осыны ескеретін адам болмауда деп өкіндім. Ғабиттің қазіргі заманға келетін нәрсесінің барлығы астарлап жазылған, бірақ оны ойлы оқырман ғана түсінуі тиіс. Бір пьесасында Ғабит аға ұл өсірдік деп жүрсе, құл өсірген екенбіз. Қыз өсірдік деп жүрсе, күң өсірген екенбіз деп жазды. Бұл не? Қазіргі заманның көзімен қарасаңыз, мынау базарларда арба сүйреп жүрген жігіттер, сонында ұл өсірдік деп өсірдік қой. Ол негізінде күнкөрістің қамымен жүрген, біреудің тауарын тасып, соларға құл болып жүрген адамдар ғой деп елестетемін. Ал енді арбамен тасып жеткізген азық түлігін немесе киімін қыздарымыз базарда тұрып сатып тұр. Ол да біреу үшін сауда жасап, біреуге күн болып жүрген. Міне Ғабиттің кейде түсінмейтін жағдайлары осындай. Рахмет аға, жақсы ойлар, терең ойлар айтып отырсыз. Құрметті оқырмандарымызды біз Ғабит Мүсіреповтің шығармаларын оқуға шақырамыз. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, күнделігін қолыма түсіре алмай жүрмін деп. Соның 91 жылдары Тұтқын қыз деген жинағы шықты. Осы Ғабит Мүсіреповтің бұрынғы жарияланбаған дүниелері мен жариялап шығарған екен, кәдімгі қолмақты болып шыққан. Сол менің қолымда бар, соның ішінде күнделіктері енген екен. Келесі Нармаханаға келесі сұрағымыз поэзияға оралсақ, сезім, ой, түйсік, талғам, образ десек, осы эстетикалық категориялар жырларыңыздың көркемдік желісін құрайды. Айтпағымыз, рухани жаңғыру бағдарламасымен жаз жалбыз жыр жинағыңыз үшін 2019 жылы халықаралық Алаш мемлекеттік сыйлығын алдыңыз. Қаламгер Нұржан Қуантайұлы осы еңбек жөнінде бұл бір жыл қорытындысын жасағанда қазақ поэзиясының зор табысы деп атаған екен осы жаз жалбыз кітабыңызда. Осы таңдамалы жыр жинағыңызға өзіңіз тоқтала кетсеңіз. Өлеңді прозашылар жазалмайды, өлеңді суретшілер салалмайды деген екенсіз. Эстет ақын ретінде сізді бүгінгі поэзияда, әдебиетте, жалпы әдебиет арқылы қоғам айтылады ғой, қоғамда не толғандырады? Енді әр жанрдың өзінің орны бар. Поэзияны асқақтатқанда мен басқа жанрларды төмен шығып кеткім келмейді. Енді өзін-өзі мақтаған өгізден тек дейтін қазақтың даналық сөзі бар. Нұржан айтса айтқан шығар, Қуантайұлы. Бірақ мен ол жаз жалбыз жөнінде өзім ештеңе айтқым келмейді. Соған Алаш сыйлығы берілді халықаралық деп кішкентай мәртебелеп отырсың. Мен ойлаймын, қай жанрда болсын, даңқ өзінің келген жағына қайтады. Ерте ме, кеш пе? Ескіреді даңқ. Ал енді елдің есінде қалатын еңбегің болатын болса, сол шын мәніндегі сенің болмысың деп ойлаймын. Жаз жалбыз, мен қандай адам болсам, менің болмысым.
Жақсы. Мынау қазақ әдебиетінде көп сөз болмаған Нармахан аға ақындық проза деген бар. Мысалға, Мағжан Жұмабаевтың Шопанның күнәсін алуымызға болады. Мұқағали Мақатаевтың әңгімелері мен бір-екі хикаяттарын алуымызға болады. Және ерекше атап өтуге болады философ ақын Жұмекен Нәжімеденовтың Ақшағыл, Кішкентай, Дақ пен Дақпырт романдарын жатқызуымызға болады. Сіздің шығармашылығыңызда осы үрдісті жалғастыру ойыңызда, жоспарыңызда жоқ па? Осы тамаша ақындардың сіздің шығармашылығыңызда өмірде ықпалы, алған орны, рөлі сол жөнінде айта кетсеңіз. Енді жалғыз аяқ көпірменен жалғыз адам ғана өтеді. Жалғыз аяқ жолменен жалғыз адам ғана жүреді. Жақында Асанәлі Әшім көкеміздің бір кітабын оқып отырғанда айтқан екен, кейде ұяттан қысылғаным соншалықты көкке ұшып кетейін десем, космонавт болып, менің 4-ші болғым келмейді депті. Сол сияқты, егер біреуге еліктесеңіз, ессіз еліктеуді айтып отырмын. Онда сөз жоқ, екінші боласыз. Көпірден бірінші өте алмайсыз, екінші болып өтесіз. Сондықтан осы екінші болмауға тырыстық, қаншалықты қиын болса да жағдай. Прозашыларда ақыннан асырып жазылады. Егер ол нағыз талант болатын болса. Әлгі өзіміз айтып отырған Ғабит аға Мүсіреповтің темір пештің үстіндегі қара құман шырт-шырт түкіріп қояды дейтін сөйлемі қандай керемет. Әрі сурет, әрі қайнап жатқан ойды білдіріп тұр. Қара құманның шырт-шырт түкіріп тұрғаны поэзия емес па? Поэзия. Сол сияқты Оралхан Бөкейдің тіркестері кейде. Бұл да қара сөзбен жырладым дейді ғой. Иә, қара сөзбен жырладым, өлең етті. Тургентте де қара сөзбен жазылған өлеңдер бар. Сол сияқты прозашылар прозада өлең жазамын дейтін болса, прозаны өлеңдік қалыппен қалыптайтын дейтін болса, мүмкіншіліктері мол деп ойлаймын. Енді әсері жөнінде келетін болсақ, мен осы Шымкент пединститутында оқып жүргенде Мұхтар Шахановтың үйіне жиі баратынбыз. Төлеген Айдарбенов, мен тағы бір адам, Әнуар Жақыпбеков. Сол барып отырған кезде Мұхтар Шаханов лениншіл жастың тілшісі Жамбыл, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстарындағы. Жұмекен әдебиет бөлімін басқаратын лениншіл жастың. Сол звондап қалды. Соның алдында ғана менің екі өлеңім Жұмекеннің қол қоюымен лениншіл жаста жарияланған. Мен енді басқа көп авторлар бар, бір бетте тұрды сол. Соны не жаңалық бар деп сұрап еді. Мұхтар айтты, не жаңалық болушы еді? Нармаханның үйінде келінді жұмысқа орналастырылмай отырмыз деп. Ол қандай жұмыс? Мектепте мұғалімдікке орын жоқ екен. Әлгі пионер жетекшілігі дейтін бір орын бос екен мектепте. Соған алғыза алмаймыз деп. Ол үшін не керек деген болу керек ар жағынан. Ол үшін аудандық комсомол комитетінің жолдамасы керек. Күтіңдер, мен барамын, сол жолдаманы әпереміз деп. Жұмекен аға сонда енді
30-ға жетпеген жігіттер ғой. Самолеттен ұшып келіп, бірден Мұхтарды ертіп, мені ертіп, о кезде Бөген аудандық комсомол комитетіне барып, сол жолдаманы алып, келініне өзі ұстатып кетті. Міне енді жұмысыңды істеді. Бұндай адамгершілік, бұндай мейірбандық. Мүмкін қаламгердің қаламгерді тануынан да болды екен деп ойлаймын. Қазір мейірім шапағат көтеріліп кеткен заманда осы нәрселер менің көңілімде тұрады. Өзің айтқан Ақшағылдыда басқа роман даңқ пен дақпыртында барлығын оқып шыққанмын. Әр сөйлемі өзімнің жеке кітапханам болғандықтан қызыл қаламменен сызылған әр сөйлемнің асты. Бұл кітаптар керемет кітап. Бұл еркін жазылған өлең деуге болады. Қара сөзбен еркін жазылған өлең. Таптаурынға түспеген, бұрынғы классик деп жүргендеріміздің өзінің шығармаларының ішінде бір орыс тұрмаса, сол данышпандық айтпаса, ол кемшілік болып саналатын еді. Жұмекенде ол жоқ. Жұмекен еркінше өмір қалай болды, балалық шағынан бастап, қай адам қандай сөз айтты, соны жадының мықтылығы сақтап қалған. Роман тіпті қазақтың ауызекі тіліне өте жақын романдар болды. Рахмет аға, біраз мағлұматтар алдық осы үш тұлғалар бойынша. Енді мына бір күрделі сұрағымыз бар. Бұл қазіргі қазақ әдебиетінде ақсап тұрған деп те айтуымызға болады ма, болмай ма? Дегенмен де бұл сын өте қиын жанр. Осы сұрағымыз әдеби сын жайында. Сынды қалай қабылдайсыз өзіңіз? Сыншылардан кімдерді оқып тұрасыз? Енді осы сынға орай айта кетейік, биыл ұлы ұстаз, қазақтың ұлы ұстазы дейді, алаш тұлғасы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы. Міне осы сын десек, әрине бірінші кезекте Ахмет Байтұрсынов есімізге оралады. Сол Ахмет Байтұрсыновтың Абай жайында жазылған қазақтың бас ақыны деген кереметтей мақаласы барын білесіз. Осында айтайын дегеніміз, осы Ахмет Байтұрсыновтың өзі Абайдың шеберлігін аша келе, Абайға кішкене сында айтатын жайы бар. Енді осы мағынасын жоғалтпас үшін сол сөзбе-сөз оқып берейін. Абай жалғыз-ақ міні бар дейді Абайдың. Ол мін өлең бунақтары тексеріліп орнына қойылмағандық. Оны оқығанда, я әнге салып айтқанда кемшілігі зор болады. Дей келе, бұл кемшілікті түзетуге болады. Өлеңнің 3 буынды бунақтары мен 4 буынды бунақтары алмасып кеткен жерлерін алып, өз орындарына қойса, дейді Ахмет Байтұрсынов, сонда түзеледі дегенді ескерте кетеді. Және осыған қосымша айта кетейік, ақыры мынау Абай жайында сөз болып қалды ғой, Абайға сын жайында. Жамбыл жазушы сыншы Тәкен Әлімқұловтың да мықты зерттеу еңбегі бар Абай жайында. Ол жұмбақ жан деп аталады, ертеректе жазылған, әрине өткен ғасырда. Міне осында автор ұлы ақынмен білім жарыстыра отырып Абайға аздап сын айтатыны бар. Соны тағы да сөзбе-сөз оқып берейік. Абайдың махаббат лирикасында төмен қолды дүниеліктер де бар. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлылар, білектей арқасында өрген бұрымдар, немесе мен сәлем жазамын қарағым қалқамалар. Бұрын талай айтылған, дәмі қашқан сөз. Сірә бұндай өлеңдерге ауыз әдебиетінің кейбір селқос шалығы тисе керек дейді. Сіз ақын ретінде әдебиет сыншысы деуге болады сізді. Осы тұлғалар айтқан осы сынды қалай қабылдайсыз? Енді менің беретін жауабымды оқып, өзің беріп
қойған сияқтысың. Біріншіден, сын жөнінде әңгіме айтатын болсақ, алдымен әуезовтің қанатты сөзге айналып кеткен сын шын болсын, шын сын болсын деген сөзі ойға оралады. Бұндағы Ахмет Байтұрсыновтың да абай өлеңдерінің кемшілігі жөнінде жазғаны, Тәкен Әлімқұловтың да жазғаны бұл шындық. Өйткені абай да періште емес, абай да пенде. Пенде кемшіліксіз болмауы мүмкін емес қой. Пенде болғаннан кейін бәрімізде кемшілік болады. Мен Ахмет Байтұрсыновтың Қазақтың бас ақыны мақаласын оқығаннан кейін өзімнің өлең жазу тәжірибемде бір тәсіл әдіс енді деп айтуға болады. Мысал үшін, әр шумақты жазғанда мен қазақтың елім әнінің ырғағына салып іштеген ылдайтын болдым. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайдақ бос келеді. Ахмет Байтұрсыновтың абайға ескертіп отырғаны осы: сіздің өлеңдеріңіз кейде әнге түспей қалады, әуезділігін жоғалтып алады деген сияқты. Енді Тәкен Әлімқұловтың да білімді кісі ғой, жазғанына келісуге болады, көп жеріне келіспеуге де болады. Менің аты жөнін сәл жаңылыстырып алсам, кешірім өтінем оқырмандардан. Серік Нұғманұлы дейтін бір азамат Тәкеннің сынаған сынын сынап мақала жазған кезінде. Серік Нұғманұлы дейтін. Жазушы, шығармалар бар. Иә. Аты жөнінен жаңылған жоқ шығармын. Тәкен жазған сынды сынайды. Демек, бұл әдебиеттің өсуі үшін керек нәрсе. Байтұрсынұлының айтқаны да, Тәкеннің айтқаны да, киелі сөздің қадірін арттыру, соның әуезділігін бұзбау. Бірақ осыны қазір қолына қалам ұстағандардың бәрі ескере бермейді, өкініштісі сол. Мен кейін осы Шымкент алысқа бармай-ақ қояйық, Шымкенттің өзінен жазушылар одағына бір топ жасты қабылдадық. Солардың өлеңдерін оқып отырғанда аздап тіксініп қалатын жағдайымыз бар. Өйткені Байтұрсынұлы айтып отырған буынақ мәселесіне ішкі әуезге бұлар мән бермейді. Мына орыстың өлең түріне салғысы келеді. Ал енді біреуге ессіз елік дегендер ешқашан өзінің шығармашылығын жасай алмайды. Жалпы екісінде дұрыс, Серік Нұғманұлының да Тәкенге жазған сыны дұрыс деп қабылдаймын. Кімге дегенде сыншылардан Зейнолла Серікқалиевті айтуға болады. Керемет сын айтты. Сол кезде классика танып отырған жазушының еңбегін түпқалықсыз еткенін білесіз. Осы сияқты сыншылар көп енді. Бірақ оқуын оқимын, менің ең басты сыншым өзімнің ішіндегі Нармаханым. Ішіндегі дауыс, менің қабылдауымша бұл Тәңірдің дауысы. Сол Тәңірдің дауысы не айтса, мен сол сынға тұрамын. Бірінші сыншым өзімнің айтамын. Жақсы аға, Нармахан аға. Мынау осы сын жайында ары қарай жалғастыра кетсек, мынау Назымгүл Нақыш Нармахан атпенен бір кезде сіздің шығармашылығыңыз бойынша зерттеулер, сын еңбектеуге де болатын шығар.
міне осы еңбек жарық көрді. Айтайын дегеніміз, өзіңізде сирек болса да сын жазып тұрасыз. Мархабат Байғұттың әдебиет пәнінің періштесі хикаяты бойынша сіздің қазақы құнар деген кезінде мақалаңыз шыққан болатын, баспасөз бетінде. Көпшілік оқырмандарға ұнады, бірақ сирек жазасыз, соның сыры неде деп сізден сұрақ қойса. Енді оның сыры біреуге сын айту үшін қазақтың даналығы бар емес па? Қонақ өз үйіңе қарай отырды. Менің деңгейім қандай екен? Сол сын айтқалы отырған адаммен деп деңгейлеспін ба? Соған сын айтуға құқым бар ма? Деп отырамын. Сирек жазатынның бір сыры осында. Солай. Рахмет аға. Мына оқырмандардан да сұрақ келіп түсіп жатыр екен. Сына қойып жіберсек сізге. Саламатсыз ба, Нұрмахан аға, қош келдіңіз. Поэзияда ізбасар шәкірттеріңіз бар ма дейді. Оқырман Найзада дейді. Қысқа жауап берсеңіз. Мен енді біреуге үлгі болдым деп айта алмаймын. Егер үлгі тұтып жатса, өзін шәкіртпін деп қабылдайтын болса, оған қуаныштымын. Кейде өзіңнің кейінгілерден де үйренуге тура келеді. Жақсы жерлерінің бәрін қабылдап алып, арғырып дамытқым келіп тұрады. Төрахан Рәмбері дейтін керемет жақсы жігіт болды, жақсы қаламгер еді. Сол жігіт жол апатынан қайтыс болып кетті, ойламаған жерден Шілде дейтін керемет өлең жазды. Сол өлеңді мен неге жазбадым екен? Осылай деп өкінгенім бар. Сонымен жарысып, бәлкім сол табиғат суреттерін салған жерлерінде аз емес шығар. Бұл демек шәкірт емес, шәкірттен де үйренуге тұрады деген бір қағиданы қалыптастырғым келеді. Өйткені Төретай Төрехан менің өлеңдерімді өте жоғары бағалайды. Бәлкім Шілденің туымына да менің поэзиямның әсері болды ма екен деп ойлаймын. Солай бола тұра мен Төреханнан да үйренемін. Жақсы аға, бұл үйренерлік қасиет деп ойлаймын. Қалам ұстап жүрген қаламгерлерге. Аға, енді сіздің мынау қоғамдық қайраткерлігіңіз жөнінде тоқталғалы отырмыз. Сіздің кезінде қазақ тарихында 300 биінің басын қосқан Ордабасы атауының оралуына үлкен еңбек сіңірген қайраткерлік сіңізден хабарымыз бар. Онан бөлек Ордабасы оттары газетін ұзақ жылдар бойы басқардыңыз. Тек облыс емес, сол газетті басқара жүріп, республика көлемінде талай әдеби мәдени шаралардың ұйытқысы болған еңбектеріңізде білеміз. Көксеген ем, көк нөсер төксе деп ем, уақыт кетіп барады көк асфальтта, көк тамшы боп бір-бірін өкшелеген деп өзіңіздің лирикалық кейіпкеріңіз жырлағандай, уақытты уысымызда ұстап тұра алмайтынымыз тағы шындық. Бүгінде жастық, орта буын кезеңнен өтіп, даналық жасқа жетіп отырсыз. Сіз бақыттымын деп санайсыз ба өзіңізді? Әрине бақыттымын деп айтуым керек. Төрт көзімізді әзірше түгелміз, ата-анамнан басқамыз. Бұл бақыттың ең үлкені. Содан кейін ойға алған тірліктеріміздің біразын орындадық. Бұл ел алдындағы парыздың өтелгені. Ордабасы жөнінде айтатын болсақ, Ордабасы тауын сол Бөген ауданындағылардың өзі қайда екенін білмейтін кез еді.
сол кездегі КСРО-ның бірінші президенті Горбачевқа дейін дауысымызды жеткізіп, Ордабасы тауындағы Мәскеуге бағынатын тасын тоқтау зауытын жаптырдық. Бұл да аз болатын болғаннан кейін, Бөген ауданы деп аталып келген ауданда Ордабасыға айналдыру үшін алдымен халықаралық ақындар айтысын өткіздік. Сонда мынау Жезқазғаннан келген Мақсұт ақынға әдейі айтып, аузына сөз салып, елдің бірінші басшысы Назарбаевтың аға, Ордабасыңызды талқандатып қойып, қайда қарап отырсыз деген өлең айттырдық ақынға. Мынау кім? Серік Байғонов, қазақ радиосының телевидениесінің бас редакторы тұғын. Соған айтып, әлігі Мақсұттың сөзін Қуаныш Мақсұттың сөзін эфирден үзбей бергізді. Бәлкім өзі көрмесе де жандай шаптар айтып тұрған шығар Нұрсұлтан Назарбаевқа. Сөйтіп, өзімізден пәрмен болмағаннан кейін, әлігі айтып отырған Горбачевқа дейін дауысымызды жеткізіп, Терещенко арқылы, Терещенконың көзі тірі ғой. Мен Мұқағали Мақатаевтың 60 жылдығына асығып кетіп бара жатыр едім. Осы бұрынғы облыстық партия комитетінің алдында Терещенко жолып қалды. Нармахан поздравляю деп сөйледі. Шем деп едім, сенің қоймай айтып жүрген нәрсеңді мен Горбачевқа айтып едім, осында келгенде. Бұл сессияға қойды, зауыт жабылу керек болса жауып таста деп айтты. Соны құттықтағым келеді, сен жеңіске жеттің деп. Осының бәрін біз міндет қылмаймыз. Қазір Ордабасыға ие де көп, Ордабасына әкелген менедім деп жүрген де көп. Зауытты тоқтатқаннан кейін Ордабасы ауданына аудан жасадық. Бұрынғы Бөген ауданында жаңағы Қуаныш Мақсұттың өлең жолында бар тұғын. Бөгенім енді қашан бөгелесің деп. Қанша бөгелесің? Қою керек қой. Ордабасыға шығардық. Ордабасы ауданы болды. Содан кейін қаптап тұрып, осы қалада келсем, қалада Ордабасы футбол командасы шыға келді. Алматыға барсам, бір Ордабасы деген корпорация пайда болды. Осылардың бәрі жалғыз менің тірлігім емес, менен бірге ұжымдас болып, мені қолдаған адамдардың еңбегі деп ойлаймын. Ордабасыға оралу деген біз 1993 жылы өткіздік. Қырғызстанның, Өзбекстанның, содан кейін Қазақстанның барлық облыстарының өнерпаздарын жинап. Бірақ ешкім бұл тарихты айтқысы келмей, Ордабасы энциклопедиясында түбінде біреулер болса, біреулер көрер деп, бұны енгізіп қойдық. Барлығы 1993 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Қырғыздың, Өзбектің президенті келіп, үшеуі деп тарихты осылай бастағысы келеді. Олай емес. Бұның алдында біздің ұжымның үлкен еңбегі тұр. Міндет қылмаймыз. Бұл сол елдің алдындағы парызымыздың бір парасына өтелгенде шүкіршілік етеміз. Рахмет Нармахан ағам. Мына бүгінгі толқындар осы Ордабасы атауының қалай келуін, тарихын, бәрін осы
біліп жүрсе деген ойдан қойдық осы сұрақты. Өйткені біздің Нармахан ағаның шын мәнінде ұлтжандылық қасиеттерінің, қайраткерлігінің ірі көрінісі деп есептейміз. Рахмет аға. Енді келесі сұрақ. Бір нәрсені айта кетейін, сіз жаңа осы Ордабасыға байланысты. Ордабасыға ие көп дедім ба қазір? Мен үйтіп едім, мен бүйтіп едім дейтіндер де көп. Бір көрнекті жазушымыз өзінің атына келіп жүр, Ордабасыдағы Туқтөбе дейтін нәрсені. Туқтөбені Мұхтар Мағауинді Ордабасыға ертіп келіп, сол зауыт тоқтатылмай жүргенде бір топ жазушыны ертіп шықтық. Сонда тұрып, Туқтөбе деген атты Захардин Қыстаубаев қойды. Қыстаубайұлы. Қандай ескерткіш қою керек болған дегенде, оған ескерткіштің не керегі бар? Осы тәуелсіздік алып жатырмыз. Тәуелсіздігіміздің көк туын желбіретсек, мына төбенің төбесіне, сөйтіп оны Туқтөбе деп атасақ деп, Захардиннің сөзі. Мен басқалардың кейін бұны өзіне теліп жүргеніне қосыла алмаймын. Екіншіден, Ордабасыға оралу дейтін тіркес бар. Ордабасыға оралу дейтін тіркес Әлихан жоқ, мына өзіміздің аты-жөнін есімде мәдениет бөлімі басқарылған. Кезінде ма? Нармахан аға? Иә, облыстық мәдениет бөлімі басқарды. Режиссер Ленинградты бітіріп келген. Осы сіздің мына еңбегіңізде сол Асқаров емес пе? Әлихан Асқар. Иә. Әлихан Асқар. Ордабасыға оралуды осы жігіт термин етіп біздің әдебиетімізге енгізді. Ол кезде Наурыз дейтін бір ансамбль құрып, Ленинградты бітіріп келгеннен кейін сол ансамбльге басшылық жасайтын. Алматыға барып, Ордабасыға оралу деген атпенен мәдениет сарайында, республика сарайында концерт береміз дегенде баратын қаражаттары жоқ, төлейтін арендаға жалға беретін. Абай ескерткішінің жанында тұрып концерт берді. Сол концертті Ордабасыға оралу деп атады. Бұл да өзінің иесін табуы керек. Ордабасы энциклопедиясында біреудің жаласына ұшырап кетпесін деп әдейі бұны да енгізіп қойдық. Шындық керек қай кезде де. Черчилльден қалған сөз бар. Шындық шалбарын киіп үлгергенше, жалғандық жер жүзін аралап шығады. Сол сияқты жалғандықты қабылдап қоймасын біздердегі оқырмандарымыз деп әр тіркесті өзінің атына беріп айтып отырғанымыз осы. Рахмет аға. Шын мәнінде бізде онша мән бере бермейді екенбіз. Мынауыңыз енді жақсы былай жаңалық деуге де болады. Шын мәнінде авторларын білмейміз ғой. Солай мақала жазыла береді. Оқырмандарға жақсы танымдық мәні бар сұраққа жауап болды деп ойлаймыз. Келесі сұрақ Нармахан аға. Адам дүние танымының басты қабаттары балалық күндердегі өмір суреттері мен танымдық, түйсік, түсініктер тұрғысынан қалыптасатыны белгілі. Әрине, кім-кімнің де балалық шақ, жастық шақ туралы жүрегінде сағыныш болмауы мүмкін емес. Осы айтайын дегеніміз осы сағынышқа байланысты сол жастық шақ, балалық кезеңдеріңіздің тәтті бір естеліктерінен кішкене сыр шертсеңіз, оқырмандарымыз да біле жүрсін, сіздің бірден Нармахан Бегалы болып қалыптаспағаныңызды. Енді бізде балалық
кезеңге тура келді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдар болатын. Киетін киімге, ішетін асқа зәру кездер басымыздан өтті. Басқаны қойғанда бірінші сыныпқа барған кезде жазатын дәптеріміз болмады. О кезде аудан Арыс ауданы деп аталатын Арыс аудандық социалистік жол дейтін газет шығады. Ол газет үймеме таратылатын. Осы газеттің жиегіндегі ашық жерлерге әріп жазып үйрендік біз. Менің әкем аурушаң кісі болған еді. Бірақ бір көршіміз Тасыбай дейтін ақсақалдың үйіне барып екеуі карта ойнайтын, әңгімелесіп отыратын, барып әңгімелерін тыңдайтын едім. Сол Тасыбай ақсақалдың Сасықбай дейтін баласы соғыстан оралып, біздің Темірлан ауылында бір кішкентай дүңгіршек ашты. Оның ішінде азық-түлігі де, киімі де, кітабы да болатын. Бір күні сол Сасықбай көкеміз велосипедінің артқы тіркемесіне бір бума дәптерді қыстырып кетіп бара жатқанын көрдім. Содан әкем айттым, Сасықбай көкем велосипедінің артына бір бума дәптер қыстырып әкетті. Бір дәптер сұрап әкеп беріңізші деді. Әкем қиналды. Неге қиналасыз? Күнде барып жүрсіз. Әкесімен сырлассыз, сыйлассыз. Сұрасаңыз береді ғой бір дәптер деп еді. Мен бермейді деп отырған жоқпын. Нармахан есіңде болсын. Өзі жұрттың үстінен күн көріп жүрген жігіттен ештеңе сұрама деді. Осы сөз менің жадымда бүгінге дейін сақталып қалды. Адамдармен араласқанда да біреуден бірдеңе сұрағың келген кезде де сол сөз алдымнан шығып тұрады. Бізде балалық болмады дегеннің бір дәлелі осы. Екіншісі, есігіміздің алдында үлкен алма ағашы болатын. Алма ағашының көлеңкесіне ошақ соғылған. Сол ошаққа қазан асылат болса да анам кір жууға деп толтырған деп ойлаймын осы күнде. Үлкен қазанды шөпілдетіп толтырып қойыпты. Енді ол үлкен қазанға асасатын жағдайымыз жоқ қой өзі. Соны ойнайтын ойыншығымыз да жоқ. Көк шыбықты ат қылып, есіктің алдында олай-бұлай шапқылап жүредім. Әкем тоқта деді. Тоқта дедім. Мына қазанда су толып тұра дедім маған. Көріп тұрсыз ғой, несін сұрайсыз менен дедім. Сөйтіп арғымағым баса алмай тағы шауып кетейін деп тұрам. Сен тұра асықпа деді. Ошақтың үстінде кішкентай тостағанда тұр екен. Мына тостақ деді, шіреніп тұр деді. Мен қазаннан биіктеу тұрмын, пештің үстінде. Қазан толса мен де толып тұрмын. Одан менің қай жерім кем деді. Бірақ қазанның ішіне кеткен су өзінің ішіне сыймайтынын білмейді болды. Осы сөз менің санама кәдімгі бұранда болып бұралып тұрып қалды. Біреуменен әңгімелескенде де кейде өзімді деңгейлестіктен әрі асырмай отыратыныма осы жағдай үлкен себеп. Ойлап отырам, мүмкін бұл қазан шығар. Бұның ішіндегі байлық менің ішімде жоқ шығар деген нәрсе.
Міне біздің балалық осылай болып өткен. Өткен жылдардың бірінде қайтыс болған жақсы ақын Тұрсынзада Есімжанұлы қара қайғы қаранан оралмаса мен балалық шағыма дейді ғой. Біздің балалығымызды бүгінгі ұрпағымыз көрмей ақ қойсын, бұлар бақытты болып өссін. Рахмет аға. Келесі сұрағымыз енді сіздің ақындық лабораторияңыз бойынша тағы да соған оралсақ, сіздің бекзат болмысыңыз, сіздегі білім, интуиция барша оқырманның қызығушылығын туғызады. Жалпы шабытты қайдан аласыз? Сізді шығармашылық жетістікке не жеткізеді? Мықты классик абыз жазушы болған Әбжәміл Нұрпейісов мені тұлғалар өсірді деп айтқан екен. Осы рубрика бойынша баспасөз бетінде естеліктер жарияланып тұрды кезінде, көз тірі кезінде сіздерше? Мені тұлға жөнінде айттық, капитаға жөнінде әсер еткен. Мені тәрбиелеген фольклор, ауыз әдебиеті. Фольклор деген сөзді ұмытпасам, фамилиясы Бейітісбек 1835 жылы ағылшынның әмбебап ғалымы ғылыми айналымға енгізді. Фольк деген сөз ағылшынша, халық деген сөз, лор деген сөз, даналық деген сөз. Фольклор халық даналығы. Біз осы халық даналығын, халықтың сөз саптауын үйреніп өстім кішкентай кезімде. Мені өсірген нәрсе осы. Екінші, жаңағы білім деп айтып қалдың. Ескере кететін бір нәрсе бар. Білік деген сөз бар қазақта. Білім деген сөз бар. Біреулер осы екеуін де білім деп қабылдайды. Бұл мүлдем дұрыс емес. Білікті Алла береді. Алла бізге ақыл ой берді. Осы ақыл оймен ізденіп жүріп өзіміз танимыз. Демек, білік бізге Алланың берген мүмкіндігі, Алланың берген сыйы. Білім, біреулердің білігін оқып жүріп, соны көшірме түрде аударуымыз. Білім басқа дүние. Сондықтан біздің ата-бабаларымызға білікті Алланың өзі берді. Сол білігін кеудемізге көшірсек, ол да бізге аз тірлік емес. Мені өсірген нәрсе фольклор. Рахмет аға. Сізді тыңдай беруімізде бар сағатта, бірақ уақытта өз мәресіне таяп қалды ғой. Оқырмандардан тағы бір сұрақ деген екен Нармахан аға. Осыған қысқа кішкене жауап берсеңіз. Өмірде жақсы көру мен жек көрудің ара салмағын қалай ұстанасыз? Дейді оқырман Мадина. Мүмкіндігінше әр адамды жақсы көруге тырысу керек. Оны өйткені әр пенде Алланың туындысы. Алланың жетілдіріп жасаған туындысы. Оны Абай айтып кетті ғой. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Әр адамға бауырым деп қарау керек. Егер жек көретін нәрсенің өзінде ой әлеміңізде көп ұстамағаныңыз жөн деп ойлаймын. Өйткені жек көрінішті нәрсенің де сізге әсері болады. Болмысыңызды бұзуы мүмкін. Жек көрініш адамға бас имей тұрған
Эбелистің қалаға. Мен оттан жаралған, бұл топырақтан жаралды деп, кердеңдеп басып кетуі. Сондықтан эбелистік қылыққа бармау керек. Мүмкіндігінше ойыңызды таза ұстасаңыз, сол бақытты болғаны. Енді ара салмақ дегенде де кеше ғана өмірден өткен ініміз Көпен Әмірбек. Абай телеарнасынан берілетін тұлға хабарында Талғат Темен жөнінде айтқанда кеше берді. Көпен айтты. Алғаның емес, тергенің қалады. Тергенің қалады. Алғаның емес, бергенің қалады дейді. Ойлы оқырман осында ойлап жүрсе болады. Өйткені Көпен шашқаның емес, тергенің қалады. Шашқаның емес, тергенің қалады. Алғаның емес, бергенің қалады. Өйткені Көпен өмірде өте ақ көңіл, дархан жігіт болды. Адамгершілігі мол. Жүрген жерінде қалтасына азғантай ақша түссе, соны жұртқа үлестіріп беріп кетеді. Бұрынғы сұхбаттарымызда айтқанбыз, менің кенже қызым Рауан оқуға түсіп келген күні Көпен үйге келіп қалды тағыны, шүйінші сұрап еді, мына қарындасың оқуға түсіп келіп отырды. Қалтасын сипалап ештеңке таппады білін, қолында апталық дейтін қалың блокноты бар, сол блокнотты алды дағыны, басталмаған блокноты деген. Соған айналайын Рауан, сен бүгіннен бастап Көпен Әмірбеков атындағы сыйлықтың лауреатысың деп жазып берді. Ол қыз институтта магистратурасымен қосқанда 5 жыл оқыды. 5 жыл бойы Көпен сол қызға стипендия төлеп тұрды. Жаңағы алғаның емес, бергенің қалады. Мүмкін бізден бірден қалып кетсе, ол біздің есімізде қалмауы, а берген нәрсесі есімізде қалды. Осы 15-ші желтоқсан күні қаладағы Жұлдыз мейманханасында Көпен інімнің 40 күндік асы беріледі. Қолына қалам бермін деп қалам ұстап жүргендер болса, келсін, шақырамыз. Рахмет аға. Мынау тағы бір оқырманнан сұрақ түсіп отыр. Адам болмысындағы екіұдайлық сезімді лирикалық кейіпкеріңізбен бөлісесіз бе? Өлеңдеріңізде үйлесімділік мәселесіне қалай келесіз? Ұлдуар деген оқырманыңыз. Екіұдайлыққа не дейін? Екіұдайлық сезімді лирикалық кейіпкеріңізбен бөлісесіз бе? Өмірдің өзі қарама-қайшылықтардан тұрады. Егер өмір тұтасымен қуаныш болып кетсе, онда біз қуаныш шаттықтың қадірін білмес едік. Кейде тобамызға келтіріп қоятын қайғы, қасірет болады. Екіұдайлық па? Екіұдайлық. Бұл тәңірлік жаратылыс. Тәңір осылай алып жаратты өмірді. Демек, бұл өлеңде де кейіпкеріміздің екіұдайлы болып отыруы, кейде бұлай, кейде бұлай. Бұл заңды құбылыс деп ойлаймын. Мәселен ки, жақсы көріп жүрген адамың да бір күн сенің көңіліңе жақпайтын нәрсе жасап қоюы мүмкін. Менің тарапынан алғанда бір жақсы келіншектей. Мүмкін поэзияда соны суреттеп жағымды өлең жазған шығар. Ал арада біраз өткеннен кейін басқа қырынан көрген кезде жылылықсыз жылтыраған бетіңді балауызбен сылай салған секілді деп екіұдайлық сезімге бой алдырыпты.
Бұл да заңды құбылыс. Енді поэзиядағы үйлесімділік деген нәрсеге келген кезде, үйлесімділік жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының Абайды сынап отырғандағыдай, Тәкеннің сынап отырғандағыдай келетін нәрсе, бұл дыбыстардың үйлесімділігіне мен үнемі мән беремін. Бір жолда қанша дыбыс тұру керек. Құранда айттым, бір жолда бір дыбыстың қанша рет қайталанатынын. Әлгінде өзің оқыған Машшағнадың оқыдың ғой. Көксегенен тылсым түнде көк нөсер төксе деп. Уақыт кетіп барады көк асфальтта, көк тамшы болып бір-біріне өкшеледі. Осындағы с әрпін санап шыға қойыңыз, дыбысын. Осы өлеңді 3 жыл аяқтай алмай жүрдім. Өлең аяқталып қойған, бірақ менің жүрегімнің лүпіліне бірінші жыл тура келмейді. Сөйтсем, көксегенем деген сөз бардағыны тымық түнде көк нөсер төксе деп жаздым. Сөйтіп едім, осындағы тымықтағы ма менің көңіліме келмеді. Тымық түн тыныш түн ішкі мағына жетпейді ғой деп. Көксегенем тыныш түнде көк нөсер төксе деп. Бұл да келмеді. 3 жыл өткенден кейін бір күні тылсым деген сөз тіліме оралды. Көксегенем тылсым түнде көк нөсер төксе деп. Сондағы бірінші жолдағы с дыбыстарыменен екінші жолдағы тылсым төксе дегендегі екісі бір-біріне үйлеспей тұр екен. Үйлесімді осылай жасаймын. Рахмет. Кім дедің атын? Ұлтуар айналайын. Рахмет. Жақсы аға, оқырмандарымыз Нармахан ағамыздан көп мағлұматтар алды деп ойлаймыз. Кішкене уақыт өз мәресіне тайып қалды. Нармахан аға, сіздің тарапыңыздан бір жақсы бір өлең оқып жіберсеңіз, сонымен аяқтасақ. Оқымай-ақ қойсам. Жарай, шаршасаңыз онда өзіңіз еркіңізде. Сен сөйлесең, ордабасы өгемде, қазығұрт пен бөгенде сөйлеп тұрады. Сол кезде адамның басына тауға жиналған бұлттай ой кеп тұрады деп ақын Темірхан Медетбектің сізге арналған жырындағы шындыққа сұхбат барысында тағы бір көз жеткізгендейміз. Нармахан аға поэзия есігін дала ұлы болып ашып, табиғат сұлулығымен болмысы үйлесім тапқан қазақ поэзиясында өзіндік орны бар сыршыл ақын деп сұхбатымызды түйіндейміз. Жырларыңыз әр жүрекке сәулесін шашсын дей отырып, өзіңіздей қазақтың тектолдары аман болсын дейміз. Нармахан аға, қазақтың нарағасы. Рахмет сізге. Екі жол өлең оқып берейін, қазір не жазып жүрсіңдер деп сұрамадым ben. Екі жол өлең. Жұп жолдар, қысқа қайырымдар дейтін бір нәрсе жазып жүр. Белгісіз бізге түр түсі, бұлақтың туы күлкісі. Бұл да өлеңнің екі жолы. Шынында да бұлақтың күлкісінің түр түсін білмейміз бе? Бірақ туы сол. Ағып бара жатқан бұлақ өзінің туын көтеріп бара жатыр. Әйтпесем басқа бір екі жол. Дәметті даңғызаға құл адам қорты қойдың қонышына құлаған. Қорты қойыңыз. Жаңа тіркес сияқты. Қорты қойдың қонышына құлаған. Осылай өлеңдер. Жақсы, Нармахан аға, сізге шығармашылық тағы да табыстар тілейміз. Жақсы өлеңдер туа берсін. Шығармашылығыңыз жана берсін дейміз. Бар болыңыз, сау болып тұрыңыз, Нармахан аға.
Құрметті оқырмандар, осымен ақын, аудармашы Нармахан Бегалұлымен болған бүгінгі жүректерге сәуле сіңірген атты сұхбатымызды аяқтаймыз. Қош сау болып тұрыңыздар.